в первом же бою. Затем у Серика был неудачный чемпионат Азии, на котором он также остался без медалей. Далее была Олимпиада, где Темиржанов проиграл во втором бою. И эта серия неудач продлилась, и ее надеется Темиржанов прервать там, где она началась, то есть в столице Сербии. Соперник у Серика Темиржанова — боксер с Кубы Освель Кавальеро Гарсия, 26-летний спортсмен, на 3 года он старше нашего боксера, победитель панамериканских игр 2019 года. Редко Кавальеро Гарсия проходит в основной состав сборной Кубы, поэтому на чемпионаты мира, на Олимпийские игры, как правило, ездят другие боксеры. Но здесь, в Белграде, сюда, в Белград, приехал именно Освель Кавальеро Гарсия. На этом чемпионате мира он одержал досрочную победу над иранским боксером. И затем еще 3 боя выиграл со счетом 5-0. Кстати, Кавальеро Гарсия встречался с казахстанскими боксерами в турнире WSB. Он победил Ильяса Сулейменова. Было это 3 года назад. Итак, Темиржанов против Гарсии. И это, между прочим, первый на нынешнем чемпионате мира поединок казахстанского и кубинского боксеров. До полуфинала в весе 57 килограммов как-то вот так получалось, что турнирная судьба боксеров из Казахстана и Кубы не сводила. Итак, смотрим. Болеем за Серика Темиржанова. Оба боксера в традиционной стойке работают. Пока осторожны оба спортсмена. Наш тренерский штаб был на ваших экранах. Очень резкий кубинец, поэтому Темиржанов крайне осторожен. Не форсирует события Серик Темиржанов, присматривается к сопернику. Сейчас хорошо его с левой встретил. Серик повыше, поэтому ему удобнее работать на дистанции. Кубинец очень хорошо защищается, включает перчатки, плечи, чтобы отразить удары соперника. Ну, много кубинец старается работать. Темиржанов не пропускает много ударов. Ну, первый раунд такой, в принципе, равный. Конечно, хотелось бы, чтобы судьи получше оценили действия казахстанского боксера, но нужно признать, что могут быть голоса как в одну, так и в другую сторону. Последняя минута, и она очень важная для того, чтобы склонить мнение судей в свою сторону. И эту минуту нужно как можно активнее провести. Темиржанов это понимает. Опускает руки. Работает в более открытой манере. Так, просит судья Серика не опускать голову. Пропускает, к сожалению, Темиржанов удары, но и сам попадает тоже. Так, концовка первого раунда, самая концовка. Пропустил Темиржанов правый боковой. Ух ты! Упал кубинец, и счет открыт. Ну надо же! Надо же, как удачно. Практически с гонгом
Судья открывает счет кубинскому боксеру. Я, Сергей, дер кезде соқты міне. Темірді қызған кезде соқты. Санаулы секундтар бұрын әдемі соққы жасады Серік Теміржанов. Сөйтіп төреші есеп ашты. Нокдаун тіркеліп отыр. Кубалықтың өзі де түсінбей қалды. Бұл бір тамаша сәт. Қараңыздар, сол нокдаунның да әсері әрине міндетті түрде рөл ойнады бұл жерде. Бірінші кезеңде 5 төрешіде жеңісті Серік Теміржановқа беріп отыр. Серіктің байсалды қалпы ұнап тұр бізге. Жай барақат емес, байсалды қалпы ұнап тұр. Бәрін ақылмен шешуде қазір. Асықпай, баппен әрбір соққысын есеппен жұмсап отырған көрдік. Бұл да психологиялық тұрғыда жігіттің мінезі берік екенін көрсетіп отыр. Тек сәттілік дәл осы қалпында жалғастырса, кубалықта алынбайтын қамал емес. Жалпы қазақ боксшылары кубалықтармен әрі додаларда 29 рет кездескен екен. 9 рет жеңіске жеттік, 20 рет жеңілгенбіз. Дәл осы статистиканы бір жағынан түзеп қоюға, сәл де болса жақсартып қоюға мүмкіндік бар. Жақсы, іштен бір соққы жасап, артқа шегініп үлгірді Серік. Қарсыласында бір соққысы өтті, бүйірден соққан. Қараңыздар, әдемі екі жақ жанына алма кезек шығып, қарсыласты аяқтың қозғалысымен ақ шатастыруда Серік Теміржанов. Жекпе-жек міне жалғасуда Серіктің жеңіл қозғалып жүрген көріп отырмыз. Жанкүйерлердің де керемет қолдауы күш беріп жатқан шығар Теміржановқа. Жақсы соққы. Жақындатпай қазір өзі бірінші болып жұдырық сілтеп жатыр Серік. Әдемі соққы, сол қолмен қолды алыстан сермеп тигізді Серік. Төреші ескерту жасады айланып кеткен үшін. Ал енді соңғы секундтар екінші раундтың. Тамаша, іштен бұл да әрине төрешілердің назарын аудартады өзіне. Бүйірден сериялық соққысы. Бұл раундты да өте әдемі өткізе білді Серікжан. Егер осы раундты жеңсе, онда арқамыздан бір ауыр жүк түскендей сезінетін шығармыз өзімізді. Үш төреші жеңісті Серікке беріп отыр. Ал қараңыздар, екі төреші кубалық дәл соққылар көп жасады деп есептейді. Қалай десек те әзірге жағдай жаман емес. Енді 3 минут шыдап берсе Серік.
Былай қарасаңыз 3-ақ минут қой. Зу етіп өте шығатындай, бірақ маңызды сәтте адамды қатты қобалтады. Кубалық ашық айқасқа кірісті. Біледі жеңіліп жатқанын. Барыңды сал, Серік. 2,5 минут қалып отыр. Басымдықты бермей. Тамаша міне. Қарсылас өзіне шақыруда. Бүйірден жақсы соғып отыр. Кубалықтың соққылар қорғанысқа тиіп жатыр. Ашық айқасқа шақырып отыр Серік. Бүйірден жақсы тигізді. Қараңыздар. Қашқалақтап клинчке барып жатқан жоқ Серік. Келсең кел деп тұр ғой қарсыласқа. Бірақ дәл соққылар керек. Міндет түрде керек. Басты тым төмен салып жүрді Серік. Сол ақаймен жақсы күтіп алды. Соққы жасатпау керек. Іштен соққан соққылар бәрі әсер етеді ғой төрешілерге. Есепке алып жібереді, сондықтан міне тамаша. Басқа және бүйірге жұмсаған соққылар тиіп отыр. Тағы да қайталап отыр соны. 1,5 минут. Жақсы соққы. Өзі тигізбеді ең бастысы. Қараңыз, кубалықта шаршады. Әрине Серікте жаратылған аттай ойнақтап тұр деп айта алмаймыз. Оның да сәл жылдамдығы төмендеген көріп отырмыз. Тағы да қойын қолтық ұрыс. Ал ендіше соққы жасатпау керек Серік. Тамаша. Клинчтен кейін оң қолымен жақтан тигізді, бірақ қазір өзі өткізіп алды. Алға Серік. Серік Қонақбаев, Серік Нұрқазов, Серік Сәпиевтердің жолын жалғап келе жатырсың. Тамаша. Өз салмағымен қолатты кубалықты, және соңғы соққысы да тимеді. Я, біз нық сенімдіміз. Міне әріптесім Сергей Райлян да қазір жұдырығын түйіп қуанып отыр. Жалпы бізбен бірге басқа барлық қазақ жанкүйерлері Серіктің жеңісіне күмәнсіз сеніп отырғаны анық. Енді тек төрешілердің шешімін күтеміз, ресми хабарлағанын. Содан кейін сүйіншілей берсеңіздер болады. Ladies and gentlemen, in the bout number 476, the winner on points by split decision is the boxer out of the red corner. Тамаша, құрмет спорт жанкүйерлері. Алынбайтын қамал жоқ. Міне кубалықты тізе бүктірді. Серік Теміржанов әлем біріншілігінің финалдық бәсекесіне шығып отыр. Есеп 3-2, өте тартысты бәсеке. Дегенмен жігіттік танытты Серік, бәріне шыдап берді. Тамаша, ешкім ойлаған жоқ қой. Тіпті біздің отандастарымыздың арасында да болды. Кубалықты өту қиын Серікке деп. Мүмкіндік аз деп. Жоқ, біз іштей сендік.